Баршаңызға сәлем достар, және бүгін біз Бравл Старс ойынын ойнайтын боламыз. Сіздер PlayGZ арнасындасыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңырау шағын басып кетіңіздер. Ал біз ойынымызды бастайық. Достар, қазір Бравл Старста енді жаңа обновление болды, және жаңа боец қосылды. Біз қазір енді бравлерлерге кірейік. Және Джуджу деген жаңа боец пайда болды. Енді бұл боец 6 күннен кейін мені пайда болады екен. Және мен осы енді 6 күннен кейін осы боецті ашатын боламын. Қазір біз ең алдымен магазинға кірейік, өйткені магазинда бізде өте көп нәрсе бар, енді жаңа нәрселер өте көп. Міне бұл жерде міне уже міне Джуджуны сатып алса болады, яғни донатқа. Көріп отырғандарыңыздай. Бұл жерде енді өте значоктар, скиндер, оны да енді беріп жатыр міне. Тағы не бар? Енді тағы да өте көп скиндер. Және міне достар, 10 мега ящик, зомби ящик, осылар бізге ұсынылып жатыр. Және тағы скиндер, неше түрлі енді осы Хэллоуинге ұсынылып жатқан скиндер. Бұл жерде енді өте көп, негізі өте ерекше скиндер өте көп. Міне Леонға скин. Міне өте әдемі, бұл енді не ғой? Призрак қой, призрачный скин сондай. Немесе жоқ, бұл не ғой? Хэллоуинский, Леон, яғни не? Өте ерекше скин негізі. Және не міне міне стуға, былайша айтқанда асқабақ, осындай өте ерекше скин бар. Бұл жерде тағы ПМге скин бар, мынау енді Эль Примоға скин. Тоже міне вампир. Тағы не бар? Міне Шеллиге скин. Громға скин. Негізі бұлардың бәрі ерекше негізі достар. Өте ерекше. Фэнк дейді, тағы не Сквик дейді. Өте көп негізі. Джинге скин, Корделиуске енді өте көп. Магазинда тағы не бар бұл жерде? Ендеше біз қазір не істейміз? Біз қазір ең алдымен бағанағы 10 мега ящикті ашып жіберейік, осыларды ашып жіберейік. Осы бізге енді тегін берді ғой міне. Негізі осыған қанша? 20 миллиард жеңіске жету керек еді, осы 10 мега ящикті алу үшін. Оны негізі новостидан көруге болады. Қазір новостида негізі көрсетілген. Қазір міне достар, осы жерде негізі. Енді біз міне жеттік осыған. Негізі қанша еді бұл жерде? Міне достар, 20 миллиард жеңіске жету керек. Және біз осыған жеңдік. Міне новостида бізде уже көрсетіліп тұр. Және біз қазір магазиннен осы 10 зомбо ящикті ашатын боламыз. Кеттік достар, енді қазір ашып жүрейік осыларды. Мен ойлаймын енді өте бір қажет және ерекше нәрселер түседі деген ойдамын. Ал кеттік достар, 10 зомбо ящик. Ал енді бұл бірінші зомбо ящик. Кеттік, басып жүрейік. Енді монеталар өте көп екен. Бой достар, міне значок түсті бізге. Осындай елестің значогы. Асқабақ. Міне тоже значок, паук. Иконка түсті, Енді бізге өте көп монета түсті. Кеттік, екіншісі. Монета енді өте көп екен. Және мына удвоители опыта деген. Бізге енді негізі скин немесе бір негізі скин немесе значок түссе жақсы ғой. Міне значок түсті. Тоже иконка игрока. Және спрей түсті. Бұл енді тоже өте ерекше екен. Спрей. Және бізге кредит берді. Меніңше, бізге негізі өте көп. Кеттік, бұл 4-ші мега ящик. Маған міне звездная сила түсті.
Енді иә, Хэллоуинге осындай значоктар өте көп түсіп жатыр. Және достар, міне. Бой достар, міне. Призрак Сквик түсті бізге. Енді шынымен де жолымыз болды. И значок тоже түсті, міне. Сквикке. Бағана осы Сквик негізі магазинде ұсынылып жатты ғой. Кеттік, енді бұл енді монеталар, бұлар енді бізге. Және тағы да бір скин. Бой достар, міне. Фэнк, бұл да бағана магазинде тұрып еді ғой, енді осы скин. Таңдайық осыны. Спрей, міне жана тағы да. Бой достар, енді шынымен де өте күшті. Значок түсті бізге тағы да. Иконка, бой достар, бұл енді шынымен де өте күшті. Бізге уже 2 скин түсті. Так, спрей түсті, спрей тоже. Так, енді монеталар көп береді екен. Звездная сила түсті бізге, Анджелаға. Так, міне тоже спрей, ерекше спрей. Және кредиты. Так, мен енді лунная славаға прям жеттім, өтейін деп қалдым. Және достар, бізге тағы да бір скин түсті. Бой достар, міне. Граф Пингвилла дейді. Так, мистер Пиге, Кеттіген таңдайық бұны, тоже енді Хэллоуинге осы арналған скин. Және значок түсті бізге. Керемет достар, енді керемет, Так, монеталар енді өте көп екен. Так, скин түспеді өкінішке орай. Және бол, бізге, то есть 10 зомби ящиктен 3-ақ скин түсті бізге. Негізі өте жақсы, бірақ әрине енді көп түссе тоже негізі жақсы болатын еді. Так, достар, не істейміз енді қазір? Магазинде ешіне қызық жоқ, енді. Так, қазір, ешқандай қызық жоқ магазинде. В принципе, бұл жерде де енді скиндер өте көп, әрине. Негізі маған өте қатты осы Леонның скины өте қатты ұнайды. Қараңыздаршы, енді 39-ақ кристалл екен. Бой достар. Бой, шынымен де өте так тиімді да негізі. Егер де әрине сіздер сатып алғыларыңыз келсеңіздер, онда міндетті түрде сатып алыңыздар. Так, бізге енді 3 жаңа скин түсті зомби ящиктен. Біз қазір енді соларды таңдайық. Так, мен енді көрейін, кімге түсті негізі? Так, Фэнкке түсті, Фэнк, так, Фэнк қаяқта бізде? Так, міне, достар, міне. Көрдіңіздер ғой, Жаңа скин Хэллоуинге арналған, бой достар, міне. Әдемі ғой, просто ерекше. Фэнк с тыквой. Так, біз қазір осылармен ойнап көретін боламыз. Маған тағы да Сквикке түсті, тағы кімге түсті? Так, Сквик көрейік. Так, Сквик қаяқта менде? Так, міне. Осындай міне елес. Так, бұл да енді өте ерекше скин. Және маған тағы мистер Пиге түсті. Так, мен мына жерде Анджелаға, так, мына жерде звездная сила дейді жана. Енді тоже күшті. Так, мистер Пи дейді, ол қаяқта енді? Мистер Пи. Так, міне. Достар, міне тоже енді өте күшті. Граф Дракула, Так, енді біз осылармен қазір ойнайтын боламыз, достар. Так, айтпақшы достар, событияға кірейік қазір. Және событияда әрине 6 күннен кейін осы испытания, события шығады, арнайы события, ангелы против демоновқа.
Так, және тағы не бар, иә? Басқа жоқ, иә? Ештеңе қызық жоқ, иә, негізі. Так, в принципе, иә, және мына кітапшаға кірейік. Иә, бұл енді міне конец близок дейді, яғни осы жақында енді ашылатын болады. Так, иә, осындай обновление болады 6 күннен кейін. Квестке кірейік, енді квестте ештеңе жоқ, иә? Все, мен уже бәрін орындап тастағанмын квестте. Наградада ештеңе жоқ. Так, бұл жерде еш қызық жоқ. Мен уже бұл сезонды өтіп тастадым. Так, енді не істейміз біз қазір? Так, не істейміз? Так. Ладно, достар, енді біз қазір тезірек енді ойнап тастайық, иә? Волейболды ойнап тастайық. Волейбол ма, не істейік? Так, давайте погрузканы ойнайық. Осы Кленсимен ойнап тастайын қазір бірінші атака. Кеттік, достар, Кленсимен. Погрузка. Кеттік, енді осы погрузкада ең бастысы, иә, осы қарсыласты ұтып тұру керек. Так, мен қазір бірден енді атакаға барайын ба деп тұрмын да. Мына жерде міне Байрон, иә, тұра береді, ана жерде. И мен былай қазір атака жасап. Так, аналарға міне қарсыластарға жол бермеу керек та, осы жеткізуге. Маған қазір тезірек мына Кленсиді көтеріп алу керек та негізі. Так, все, мен қазір екінші деңгейге көтердім осы Кленсиді. Все, как бы изи болу керек. Так, үстіп алып кетеміз. Изи, все. Так, мына жерде мортираны бұзу керек негізі. Так, былай жасайық. Үстіп смело мені алып кетеміз. Так, үстіп смело алып кетеміз, все. Ана жерде Байрон, все, как бы біздікін тасымалдап жатыр, иә. Так, мен тупить етіп жатырмын, конечно. Все, изи, негізі Кленсимен енді, иә, өте оңай ұту. А, жоқ, мен тупить етіп жатырмын, иә, қайттан. Все, напарниктер, в принципе, тоже жақсы ойнап жатыр негізі. Все, бәрекелді. Мә. Так, қазір мен смело, я не басып жіберемін қазір нені. Ультаны. И все, мен қазір тезірек барайын неге. Так, опа, мына мықты ойнап жатыр енді қарсыластар. Қазір мен тезірек алып кету керекпін осыларды. Так, өйстіп тезірек алып кетейік. Қарсыластарға жол бермейік. Мә, достар, мен тупить етіп жатырмын, мә, достар. Ай, достар, мә, 95% уже все, как бы жетті ғой, в принципе. Так, достар, я тупить етіп қалдым, соңында, иә. Өкінішке орай ұтылып қалдық. Біз қазір қайтадан ойнайық енді. Давайте қайтадан ойнайық. Осы погрузканы. Енді хотя бы бір рет ұтайық. Негізі Кленсимен өте оңай болу керек та. Просто Кленсиге мына деңгейді тезірек көтеріп алу керек та. Және әрине напарниктер де бұл жерде қазір енді жақсы негізі. Так, бұл жерде енді Байрон қазір мені тұра береді өйстіп. Ал біз ана жақта қарсыластарды алып кетеміз қазір. Өйстіп смело жасаймыз. Все, мен как бы екінші деңгейге көтердім Кленсиді. И Шелли ана жерде, конечно, ештеңе жасай алмайды. Өйткені бізде дальниктер өңшен. Так, мен былай, опа, ебой. Так, по идее, осы жолы ұту керек біз негізі. Смело, алып кеттік, все. Қазір мына жерде, достар,
Қазір менің напарниктерім я тоже тупить етіп қалмаса болғаны. Так, давайте, мә Шеллиді алып кетейік. Ебой, достар, мә. Так, үстіп смело, е. Так, мына жерде Пайперді алып кеттік. Так, Байрон молодец ана жерде. Қанеки, мә азақ қалды ғой, все, 5% я негізі. 5% қалды. Менде тупить етіп жатырмын, мә. Все, изи, ұттық, я. Все, мықтылап тұрып ойнап тастадық. Так, шығайық енді бұл жерден. Я, достар, қазір енді давайте скиндер түскен боецтермен ойнайық. Так, мен қазір кімді? Фэнкті таңдайын, я. Осы, я, Фэнк с тыквой, осыны ойнап көрейік енді. Қазір енді ұтқан, я, так, эмодзин, я, былайша айтқанда көретін болайық. Так, давайте мен қазір волейбол ойнайын. Енді көрейік, я, волейболды ойнап, осы Фэнкпен. Кеттік, достар, тағы да бір атака енді. Енді Фэнкпен осы жерде енді оңай болады деген ойдамын волейболда. Бой, достар, кеттік. Біз қазір бірінші бастап кету керекпіз, е. Ох, достар, все, гол. Мына жерде мен тупить еттім енді конкретно. Напарниктер де конкретно тупить етті бұл жерде. Так, давайте, қорғасаңдаршы енді тут. Ана жерде Динамайк енді конкретно бүкілін жыртып жатыр. Бой, мына жерде Динамайк енді. Достар, қарсыластар мына жерде енді конкретно ойнап жатыр, я. Так, бізге қазір енді гол соғу керек, әйтпесе қазір ұтыламыз енді. 2 минуттың ішінде. Так, мына жерде Гейл, я, бұларды енді имба ғой негізі, достар, я, тупить етті енді біздің команда. Вообще рандомдар енді ойнай алмайды. Так, қазір шығайық ендеше. Жоқ, тағы да ойнап тастайық. Так, бұл жерде енді Гейл жоқ, я. Бұл жерде Динамайк жоқ. Метательдер жоқ енді бұл жерде. Смело ұту керек біз енді осы жолы. Мына жерде көрдіңіздер ме? Жаңа скинмен мынау. Мен мына жерде енді топты қазір ұрып. Мына жерде қазір. Достар, напарниктер енді қайттан тупить етіп жатыр мына рандомдармен. Рандомдармен ойнау қиын енді бұл жерде. Қазір үстіп смело алып кетеміз. Давайте. Так, мынау да бір. Так, все, гол соқтық, я. Все, гол соқтық. Тағы да гол соғу керекпіз. Достар, қазір допты енді лақтыру керек. Тезірек, напарниктер тупить етпеңдер. Так, мына жерде тик бізде. Так. Қазір мен былай шақ етіп алуға тырысайық осыларды. Все, смело, давайте. Все, изи, я. Екінші голды соқтық. Және, я, біз ұттық мені. Күшті ойнадық енді шынымен де. Қазір давайте. Так. Кімге түсті тағы менде скин? Сквикке, я. Сквикпен ойнайық.
Так, онымен так, ол қай жерде? Так, менде сквик. Так, менде ол 9-шы деңгейде, иә, негізі сквик. Мен айтпақшы, осы сквикті улучшать ете аламын ғой негізі. Давайте улучшать етейік, иә, осы сквикті. 10-шы деңгейге хотя бы. И давайте мен так уронды сатып алайын ба, білмеймін қазір не сатып алу керек екен. Жай енді давайте урон сатып алу керек, иә, бұл жерге. Иә, уронды сатып ала салайық. Все, смело енді сквик менде 10-шы деңгейде. Кеттік, тоже волейболды ойнап көрейік. Қызық болады енді. Мә, ана жерде Кензи қарсыластарды. Енді қиын болады оны ұту. Қазір смело бүйтіп үстіп лақтырып жібереміз да, үстіп алып кетеміз да. Ай жігіттер, мә, давайте, мә, жақсылап тұрып ойнаңдар. Міне Кензи мені кедергі жасайды ғой бүкіліне. Так, мен бүйтіп лақтырып, иә, былайша. Оқ, мә, достар. Атакаға кетіп бара тұр ғой, мә, аналардың бірден. Так. Қазір Кензи маған атака жасайды. Так, мен былай так тупить етіп жатырмын негізі, мә. Оқ, достар, мә, мына жерге келіп қалды. Так, все, мә, әрең дегенде енді допты, иә, ұстап алдық. Ана жерде Кензи, мә, бүкілін жыртып жатыр енді. Так, мә, мына Кензи қазір конкретно бізге кедергі жасайды. Мә, мына Кензиден құтылу керек енді. Бой, достар. Так, мен қазір ультаны қолданайын былай. Хотя ешкім жоқ, иә, ол жерде. Мә, достар, ана жерде екен, так, динамайк, иә, жіберіп алды негізі допты. Мә, достар, енді бұл енді, иә, кішкене сквикпен ойнау қиын. Ұтылып қалдық енді, өкінішке орай. Қазір шайықта енді давайте қазір негізі волейбол емес, погрузка ойнап көрейікші осы сквикпен. Көрейік қандай болатынын. Егерде мен қазір погрузкада да ұтылып жатсам, онда сол волейболды да қайттан енді ойнайтын болам. Осы сквикпен. Кеттік, мен енді бірден қазір қарсыластарға атака жасайтын болам. Так, үстіп мені смело, үстіп қазір бүйтіп алып кетеміз қарсыластарды. И бүйтіп қолданамыз да. И все, уже мені. Все, негізі сквикпен өте оңай ойнаған. Бұл бравлер өте оңай негізі. Ең бастысы қарсыластарға тию керек қой осы сквикпен. Все, изи. Бұл жерде енді біз изи ұтамыз. Әрине бұлар енді тырысады қазір бір нәрсе жасауға, бірақ. Хотя мен тупить етіп жатырмын, иә. Так, в принципе, иә. Мне кажется, бот қой мыналар, мыналар, мне кажется, бот, иә, негізі. Что-то ана жақта Шелли конкретно қуып жатыр ғой ана жерде. Шетінде жүріп, иә. Так, бірақ иә, бұлар енді шынымен де өте мықты ойнап отыр. Так, қазір бізге 3% қалды. В принципе, иә, ұттық қой, все. Все, изи ойнадық. Айтпақшы, мен не алу керекпін ғой? Не тоже. Эмодзи, иә, сондай. Елесін эмодзиін. Қазір мен көрейінші, оны негізі қалай жасайды. Так, мен что-то, я так тупить етіп жатырмын что-то. Жайт маңызды емес ол, енді әрине бізде бар ол елесін эмодзиі. Мен қазір қайттан енді волейболды ойнап бастайық. Осы жерде кеттік сквикпен.
Енді сквикпен ойнап ұтуға тырысайық. Так, давайте достар, енді осы жолы енді ұтамыз деген ойдамын. Мына жерде енді қарсыластар қиын болады деген ойдамын. Мә, иә, шынымен де өте мықты соқты. Ай достар, енді ұтылатын секілдіміз ғой осы жерде өмір бойы. Так, доп қаяқта. Гол соқтық, иә біз? Жоқ, соққан жоқпыз. Мына жерде Биби енді өте мықты ойнап жатыр. Так, все, біздің командада гол соқты. Мына жерде Биби қазір келеді осылай. Так, все, біз қазір екінші гол соқтық, иә? Жоқ, соққан жоқпыз. Ебой достар, все, соқып кеттік голды. Енді бұл жерде жолымыз болды негізі. Мен еще звездный игрокпын. Бәрекелді достар. Так, шығайық бұл жерден енді ше. Так, мен қазір не істеймін? Давайте біз қазір енді тағы да мистер Пиге шықты, иә, скин. Сонымен ойнап жүрейік. Мистер Пи. Так, міне. Бұл да енді өте ерекше скин. Граф Дракула. Кеттік. Осымен де енді ойнап тастайық. Давайте погрузканы ойнап тастайық. Или білмеймін енді. Столкновение. Давайте одиночный столкновение ойнап тастайық. Хотя я жоқ, керек емес. Давайте погрузка ойнап тастайық одан да. Погрузка, волейбол. Одан кейін барып, если что, не одиночный столкновение ойнайтын боламыз. Смело қазір енді ұтатын боламыз. Так, ана жерде я тик погрузканы жылжыта береді. Так. Мен былай атака жасайтын болам енді, смело. Мен что-то тимей жатырмын ба? Мен что-то... Жерде Эль Примо, өте жақсы қашып жатыр да негізі атакадан. Қарсыластарда тағы міне Джуджу, осы жаңа боец. Джуджу бар екен. Так, міне Эль Примо да бұл жерде прям өте ерекше прям. Так, мен тупить еттім. Атақта менде де скин негізі өте мықты ғой. Менде граф Дракула, ё-моё. Так, мына жерде қазір смело алып кетейікші. Мынау негізі өте мықты имбовый боец та негізі мынау Джуджи деген. Джуджу. Біз қазір ұтылып қалуымыз мүмкін енді. Бұлар енді шынымен де өте мықты. Так, мен былай ала аламын ба негізі? Ай, достар, ұтылып қаламыз, все. Мына жерде Джуджуның ультасы тоже бір не да? Джуджу еще не ғана сумен жалады да негізі. Так, бізде 80%. Эль Примо жетсе, бұл жерге все, онда болды, біз ұтылдық. Біз ұтылдық, достар. Өкінішке орай. Қазір біз тағы да ойнап тастайық. Давайте қазір тағы да погрузканы ойнап тастайық. Кеттік, достар. Жақсылап тұрып ойнап тастайық. Және мен напарниктерімдегі мына енді күштіген. Так, Эдгар мен Кит. Және мистер Пи негізі өте мықты бравлер ғой негізі. Бізге ең бастысы қазір ультаны жинап алу керек та. Но мен напарниктерім что-то жақсылап тұрып ойнамай жатыр. Так, базар жоқ енді. Қарсыластар енді өте мықты.
Мә достар, қазір тағы да енді ұтылатын секілдіміз ғой. Ай достар, мына жерде Эдгар да енді. Қап, енді бұл жолы тоже енді ұтылдық. Мен қазір былай лақтырдым ультаны. Достар, енді бұл жерде шанс жоқ уже, все как бы. Уже 90-нан асты процент. Так, жарайды, енді погрузка бізде болмады негізі. Мен ойымша ол не ранг жоғары болғандықтан мистер Пиге, сол себептен де бізге как бы қиын қарсыластар түсіп жатыр. Волейболды ойнайықшы ендеше қазір. Волейболды ойнап көрейік. Одан кейін барып столкновениені ойнайтын боламыз. Так, достар, кеттік ел. Волейбол. Бой, достар. Так. Все, мен атакаға шығайын. Так, мықтылап тұрып мына жерде. Бүкілін алып кетейік. Бой, мына жерде спайк. Давай, ен. Қорға негізі. Негізі, так, спайк үлгереді. Все, спайк бізді как бы допты қарсыластарға қарай так, лақтыратын болады. Все, гол соқтық. Мына жерде сквик енді имба негізі. Конкретно бүкілін мықтылап тұрып енді ұтып жатыр ғой бұл жерде сквик. Жыртып жатыр енді бүкілін. Так, мен қазір допты так кері лақтыру керекпін. Так, спайк кете берсін бұл жерде. Так, бізге қазір қайттан енді допты лақтыру керек кері. Негізі изи ұтамыз қазір. Бізде әлі 2 минут бар. Егерде қарсыластар әрине гол соғып кетпесе. Ох, міне. Так, қиын болып жатыр бұл мына жерде. Мына жерде динамайк және сквик прям енді қиындық туғызып жатыр. Все, достар, енді чисто былай шыққанда жолымыз болды. Үлгермей қалды енді, яғни ол жерде просто қарсыластар. Все, атак, бәрекелді, мықты ойнап тастадық. Давайте қазір білесіздер ма, не столкновениені ойнайық осы мистер Пимен. Хотя мен білмеймін енді. Негізі бізде міне брол бол 5-5 де бар. Давайте қазір енді мистер Пи емес, басқа бір бравлермен ойнайық. Кіммен ойнасақ болады енді бұл жерде. Так, давайте сол сквикпен ойнай берейік. Сол сквикпен. Мен білесіздер ма нені? Мен столкновение емес, мына брол болды ойнағым кеп тұр да. 5-5. Енді бұл енді өте, маған негізі осы событие өте қатты ұнайды. Кетті брол болды ойнайық осымен. Және бұл брол болды айтпақшы фэнкпен де ойнаса болады негізі. Қазір мен осы сквикпен ойнап болғаннан кейін фэнкпен ойнайтын болам. Фэнкпен. Мә, бұл жерде енді прям ашық карта екен. Негізі жақсы, как бы сквикке как бы без разницы ғой негізі. Так, қазір смело алатын боламыз бұл жерде. Қазір мен смело енді гол соғып кетемін қазір, қараңыздар. Суперді қолдан. Все, easy. Бірінші голды соқтық. Опля деп смело қазір ұтамыз. Так, міне смело үстіп қарсыластарды алып кетеміз да. Так,
Кензи қазір соғады, иә, бұл жерде. Все, Кензи базар жоқ. Смело ұтып кеттік. Давайте тағы да енді бір матч ойнайық Сквикпен. Кеттік, екінші матч. Бұл жерде де енді оңай болады негізі. Бүкілінде енді хэллоуинский скиндер, иә. Көбісінде хэллоуинский скин. Так, бұл жерде енді қарсыластар енді шынымен де мықты ойнап отыр негізі. Базар жоқ. Бұлар қазір енді конкретно қақпаға жақындады, иә. Опа, мына жерде. Так, қиын, мына жерде енді ПМ, иә, соғайын деп қалды негізі. Болды. Так, кит, базар жоқ. Ана Эль Примо да қазір бағана ғана соғайын деп қалды ғой. Мен тупить етіп жатырмын негізі. Не істеп жатырмын мен? Так. Тупить етіп қалдым. Так, Кензи, давай, базар жоқ. Қазір былай ультаны лақтырамыз да, смело все. Біздікілер қазір соғады, иә, біздің команда. Так, давайте тезірек жетейік енді. Қақпаға біздікілер соқпады енді өкінішке орай. Хотя шанс бағана болды конкретно. Так, былай шетке кетейік. Так, былай лақтырайық. Так. Так, давайте. Жігіттер енді біз ұту керекпіз енді бұл жерде. Так, достар, мынау сәл қалды негізі так, доптың қақпаға жетуіне. Так, достар, енді қауіпті момент болды. Так, все, мен қазір алдым. Так, Кензи соғады, иә, мына жерде. Смело былай лақтырдық ультаны. Так, смело былай лақтырайық. Мен тупить етіп жатырмын мына жерде. Эль Примо конкретно жыртып жатыр бүкілін. Так, 25 секунд қалды. Так, ешкім гол соққан жоқ, бірақ бізде шанс болды негізі гол соғуға. Смело былай лақтырайық. Давайте, достар. Ұту керекпіз енді. Так, 10 секунд қалды. Қазір все, қазір қосымша уақыт береді бізге. Так, Эль Примо конкретно мықты ойнап отыр. Достар, мыналар все уже жақындады. Тоқтатыңдар. Жігіттер, мықтылап тұрып. Ай, достар, қиын қазір все. Так, олар енді жақындады. Так. Жол бермеу керек енді бұлардың гол соғуына. Так, мына жерде Эль Примо да бір. Ай, достар, все уже гол болды, иә. Қабат деген, ай, достар, ұтылып қалдық, иә, өкінішке орай. Енді өте қызық матч болды негізі. Жарайды, достар, енді қайткенмен де енді жақсылап тұрып ойнадық. Қызық болды негізі. Так, давайте қазір енді фэнкті таңдайын мен. Фэнкті таңдап, фэнкпен ойнап көрейік. Брол болды. Қазір менде фэнк. Так. Я фэнкті таңдайық. Брол болды, ойнайық. Кеттік. Көрейік енді. Так, все, енді бұл жерде де мен енді барынша жақсылап тұрып ойнауға тырысам. И все-таки не деген әдемі скин, иә, фэнкке. Смело, мына жерде Мортис прям бірінші шығып бүкілін айырып жатыр ғой. Так, менде здоровье аз. Маған қазір здоровьяны тезірек жинау керек. Так, все, ана жақта соғады, иә, голды. Так, вроде бы гол болады, иә, все. Жоқ. Так, Мортис соғады, давай.
Так, иә, базар жоқ, енді ойнап жатыр. Так, не болып жатыр мә достар? Так, жақсылап тұрып қорғайық. Так, мына Гейл да бір. Бой достар. Қиын болып жатыр негізі. Айбай достар, мә. Так, все, міне жетіп қалды бұл жерде. Бой достар. Так, мен бірден так үстіп қолданайыншы мә. Так. Не болып жатыр өзі? Так, все, смело алдық. Давай. Жеттік қой, мә, қарсыласын енді воротасына. Базар жоқ, все, мә. Мықты гол соқтық, иә. Біз былайша айтқанда қорғадық та, мықтылап тұрып қақпаны және гол соғып кеттік. Мықты атакаға шықтық, иә, былайша айтқанда. Так, мен былай алып кетейін бүкілін. Так, тезірек шығайық, тезірек центрге қарай жылжайық. Так, міне опасный момент, опасный. Так, тупить етіп жатыр мына жерде. Динамайкта бір. Так, все. Бой достар, базар жоқ. Біздің команда соғып кетті енді, Конкретно мықты. Мен еще звездный игрокпын, бой достар. Тамаша ойын көрсеттік қой енді. Кеттік, тағы да ойнап тастайық енді. Тағы да бір матч Фэнкпен. Так, осы жолы да енді жақсылап тұрып ойнаймыз деген ойдамын. Бірақ бұл жерде енді қарсыластар енді конкретно мықты секілді. Бұл жерде Кензи міне, так. Так, біз қазір үстіп шетімен енді. Так. Что-то түсініксіз какой-то момент болып жатыр. Так, допты алайық та енді тезірек жетейік қазір. Так, не болып жатыр өзі, мә. Так, қолданайық үстіп. Так, давай. И все, мен гол соқтым. Чисто былайша айтқанда пас ойнап енді гол соғып кеттік қой. Хотя, мә достар, бүкілі что-то напарниктерім бүкілі жоқ болып кетті, все как бы. Бой достар, мыналар қазір енді соғайын деп тұр ғой бізге. Конкретно опасный момент болып қалды ғой. Ана жақта прям жалғыз өзін қапқан кезде енді қорқынышты екен тегі. Так, Мортис, базар жоқ. Конкретно енді қорғады қақпаны. Так, мына жерде тупить еттім мен. И все. Біздің команда соқты. Молодцы просто енді. Енді шынымен де тамаша ойын көрсетті. Все достар, міне үстіп екінші рет ұттық біз Фэнкпен. Все, негізі күшті енді мастер-класс көрсеттік қой біз. Так, давайте қазір енді столкновение ойнайықшы. Бір рет столкновение ойнап тастайық. Или так, қандай события бар тағы? Ана жерде так, бролбол бар, захват кристаллов бар. Және одиночный столкновение. Так, енді білмеймін бұл жерде не таңдайтынымды. Давайте мен Клэнсимен ойнайыншы енді. Так, Клэнсимен ойнап көрейік. Так, Клэнсимен ойнайық осы жерде. Жаңа бравлер ретінде. Так, бір рет ойнап тастайық енді Клэнсимен. Қайткенмен де енді. Так, Клэнсиге маған қазір ең бастысы тезірек деңгейді көтеру керек оған. И бұл жерде, конечно, тезірек мына жәшіктерді сындырып алу керек. Банкаларды жинап алу керек. Кішкене ұзақ болады, меніңше, мен мына жерде енді так, кустың арасында бір тылып, так, мынау не үшін жақындап жатыр маған. Мен негізі бекер жақындадым, негізі мына жерде
Так, мен тупить етіп жатырмын. Ох, достар, мә. Қазір ана Дэрил маған жақындайды, иә. Так, достар, тупить етіп жатырмын. Бой, достар, Дэрилді алып кеткенсің ғой. Дэрил ана жерде негізі бекер жақындады бізге. Так, 5 боец қалды. Ох, мен тупить еттім, мә, достар. Ана жерде бірден енді тексеру керек еді негізі. Так, менің қателігім енді чисто, былайша айтқанда өзіме тым сенімді болып қалдым. Так, жарайды, енді тағы да ойнап тастайық. Соңғы атака болсын осы. Кеттік, достар. Бұл жерде енді стуға міне бүкілі что-то жаңа скин, алып жатыр. Так, мына жерде мынау жақындап жатыр ғой бізге. Так, опа, достар, мынау конкретно енді мә. Бізді конкретно, атака жасап жатыр, бізге шабуыл жасап жатыр. Так, мен мынадан қорықтым кішкене. Так. Ну, ол кішкене ақмақтық жасады негізі. Клинсидің здоровьясы көп емес негізі. Сол себептен де тәуекелге бармау керек негізі бұл жерге. Мен мына Мортиске енді тигізе алмай жатырмын. Ой, достар, мен тупить еттім қайтадан міне. Жоқ, все. Так, мен қазір енді кусты да күте тұрайын осы жерде. Қазір қайтадан бір тәуекелге барып кетпейік. Так, ана жерде Леон, ол қазір тексеретін болады енді осы жерде, әрине. Төрт боец қалды. Так, үстіп күте тұрайық енді. Так, мен білмеймін, қазір енді Леон байқатпай шығып қалуы мүмкін. Конечно, мен үстіп алып кетейік. Все, Леонды алып кеттік. Так, ана жерде Шелли, мына жерде... мына жерде, Так, Мелоди, Так. Екеуі бір-бірмен енді раз-на-раз, все. Все, смело алып кеттім екеуінде, короче. Все, базар жақ ойнадық. Смело көтердік негізі, Клинсиді тоже. Және әрине, достар, айта кететін жайт, бұл жерде Бравл Старста жаңа трофейный ящиктер қосты ғой осыны. Яғни міне путь славе дегенге. Так, бұл жерде міне осы трофейный ящик деген жаңа нәрсе шықты. Яғни бұл жерде міне трофейлерді жинаған үшін бізге мынандай ящиктерді береді. Осы ящиктерден бізге, так, қателеспесем, скиндер немесе сондай скиндер, значоктар, спрей сондайлар шығады да. И осындай заттар түседі. Және неғұрлым, так, трофейлер көп болған сайын бізге осындай мықты трофейный ящиктер түседі екен. Яғни міне 3000 трофей жинасақ, бізге осындай ең мықты, былайша айтқанда ең үлкен так, трофейный ящик түседі екен. Және сіздер байқаған шығарсыздар, негізі ранг өзгерді. Бравл Старста ранг өзгерді. Мысалы қараңыздар, 35-ші ранг, яғни 32-ші ранг. Негізі бұлар төменірек еді ғой, яғни ранг көтерілді. Так, боецтерге. Соны, енді бұл да байқалатын нәрсе. Так, жарайды, достар, енді осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.